Зиятты оқырман, сіздерге сұрақ қойсам, ұйқы деген немене? Миллион деген немене? Машинаның күші қандай? Жұлдыздарды түнде көруге бола ма? Иә, сіз дәл осы сұрақтарға бүгінгі интернет дерек көздерін пайдаланып дұрыс жауап бере аласыз. Ал осыдан 102 жыл бұрын ешқандай интернет жоқ кезеңде алаш қайраткерлері бұл сұрақтарға қалай жауап берген екен? Бүгінгі Парақтай майданында біз осыдан ғасыр бұрын Ташкент қаласында жарық көрген алаш ұранды басылым Сана журналы туралы айтатын боламыз. Сана журналы 1923 жылдың қаңтар айында Түркістан білім беру комиссиясының бастауымен Ташкент қаласында алғаш рет басылып шығады. Журналдың алғашқы редакторларының бірі алаш қайраткері Халел Досмұхамедұлы. Сана журналы небәрі 2 жыл ғана өмір сүріп, ұшақ саны ғана басылып шығады. Сана журналының алғы сөзінде Халел Досмұхамедұлы: Сана журналы шындығында журнал емес, бөлек шықпайтын уақ білім сөздердің жиынтығы. Оқу кітабын жазу қиын жұмыс, оны жиі шығарып тұру ұзаққа созылатын жұмыс болғандықтан, біз түрлі ғылым салаларындағы уақ сөздерді жиып, журнал ретінде шығаруды ойладық. Сана журналы 2 айда 1 рет, жылына 6 рет басылып шығады деп айтқан болатын. Сана журналында Мағжан Жұмабай, Мұхтар Әуез, Халел Досмұхамедұлы, Кәрім Жәлен, Әбубәкір Дивай сияқты алаш қайраткерлерінің түрлі саладағы мақалалары жарияланып тұрған. Сана журналы тәрбие мен білім беру мәселелері, әдебиет пен мәдениет, тарихи зерттеулер, ғылым мен техника, халық ауыз әдебиеті мен ұлттық ойындар атты тақырыптық бөлімдерден тұрды. Соның ішінде ғылым бөлімінің орны ерекше. Бастапқы сұрақтарымызға жауап берсек, Сана журналының алғашқы санында ұйқы деген немене атты танымдық мақала жарияланған. Мақалада ұйқы деген ауру, ұйқы деген у. Адам өзіндік әрекетінен ауруға шалдығады. Ал осы аурудың емі ұйықтау деп келтіреді. Ал Сана журналында жарияланған миллион деген немене атты танымдық мақалада миллион сөзінің мағынасын миллион шырпыны біріктірсек, ұзындығы 50 шақырымдай шыбық болады. Адамның бір шашы миллион рет жуандаса, қалыңдығы 60 құлаш болады. Ахмет Байтұрсынның тіл құрал оқулығы 120 бет болмай, миллион бет болатын болса, ұзындығы 50 шақырым кітап болады дейді. Ал бір байдың қора сайын 1000 қойы болатын болса, оның қойының саны миллион болушы еді. Миллион дегеніміз 6 нөлі бар, ол 1000-ның 1000 дәрежесі. Ал биллион дегеніміз миллиардтың 1000 дәрежесі, оның 12 нөлі болады. Ал триллион дегеніміз ол 18 нөлі бар, ол биллионның 1000 дәрежесі деген мысалдар келтіреді. Қараңыздаршы, қандай тамаша. Ал осы мысалдардың барлығы бір ғасыр бұрын жарық көрген Сана журналында жарияланған екен. Зиятты оқырман, егер де алаш ұранды басылым Сана журналының түп нұсқасымен танысқыңыз келсе, сіздерді Парасат ортасында күтеміз.